Merhaba arkadaşlar. Bugünkü 3. sabağımızın takırıbı merhaba. Merhaba бұл сәлемдесу кезінде қолданылатын сәлеметсіз бе, сәлем деген мағынаны білдіретін сөз. Бұл тақырыпта біз түрік тілінде сәлемдесуді, танысуды, өзімізді таныстыруды үйренеміз. Олай болса, жалғастырайық. Emre ve Ayşe. Merhaba. Merhaba. Benim adım Emre. Sizin adınız ne? Benim adım Ayşe. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Merhaba, жаңа айттық. Сәлем, сәлеметсіз бе? Benim adım, mening atım. Emre. Sizin adınız ne? Түрік тілінде қазақшадағы секілді атыңыз кім демейміз, ne деп сұраймыз. Sizin adınız ne? Ne болмаса, senin adın ne? Onun adı ne? Sizin adınız ne? Benim adım Ayşe, benim adım Ali, benim adım Ahmet, benim adım Mehmet. Yani benim adım, mening atım degenden кейін öz atыңызды айтасыз. Memnun oldum, қуаныштымын. Ben de memnun oldum, men de қуаныштымын. Мұны тек қысқаша осылай memnun oldum деп айтсаңыздар да болады. Болмаса, tanıştığıma memnun oldum, tanıştığımıza memnun oldum. Yani tanışkanımızға, tanışkanıma қуаныштымын деп айтуға da болады. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Ben yeni öğretmeninizim. Adım Pınar. Bugün ilk günümüz. Haydi tanışalım. Senin adın ne? Asel. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Tanıştığımıza memnun oldum Asel. Ben de memnun oldum. Senin adın ne? Benim adım Aybek. Nerelisin? Ben Bişkekliyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Merhaba arkadaşlar. Yani сәлем балалар, сәлем достар. Arkadaş деген негізі дос, жолдас деген мағынаны білдіреді. Бірақ жалпы балаларға, өзіңіздің құрбыларыңызға, достарыңызға қолдана бересіздер. Бұл жерде Пынар деген мұғалім өзінің оқушыларына merhaba arkadaşlar деп тұр. Adım Pınar. Haydi tanışalım. Қане tanısayıq. Senin adın ne? Al endi kaç yaşındasın? Bu kança жасtasың деген сұрақ. Kaç yaşındasın? Ne болмаса, kaç yaşındasınız деп сұрауымызға болады. 17 yaşındayım, 25 yaşındayım, 30 yaşındayım, 50 yaşındayım. Yani өзіңіздің жасыңызды айтып, одан кейін yaşındayım дейсіз. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanışkanımızға қуаныштымын Әсел. Nerelisin? Қай жерденсің? Yani қайдан боласың? Nerelisin? Ben Bişkekliyim. Ben Almatılıyım. Astanalıyım. Öskemenliyim. Karagandılıyım gibi өзіңіздің қалаңыздың атын айтып, одан кейін лıyım, liyim, luyum, lüyüm. Бұл жалғаулар дауысты дыбыстарға қарай, егер соңғы буындағы немесе соңғы әріптегі дауысты дыбысымыз біздің а, ы болатын болса лıyım, и болатын болса лiyim, у болатын болса лuyum, ü болатын болса lüyüm болып жалғанады. Çimkentliyim, Türkistanlıyım gibi. Al қарай жалғастырайық. Aslı Erol. Merhaba Erol Bey, merhaba Aslı Hanım. Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, iyiyiz. Siz nasılsınız? Çok şükür, ben de iyiyim. Beyefendi, eşiniz mi? Evet, eşim Taner. Memnun oldum Taner Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de memnun oldum. Бұл жерде сәлемдесу және танысу барысында кездесетін сөздердің бірі бұл насылсыңыз.
Насылсыңыз немесе насылсын бұл қалайсың, қалайсыз деген сөз. İyi misiniz? Жақсысыз ба? İyi, жақсы. Teşekkürler, iyiyiz. Рахмет, жақсымыз. Siz қалайсыз? Siz nasılsınız? Hoş geldiniz, білесіздер. Hoş келдіңіз деген сөз, hoş келдіңіздер деген сөз. Оған жауап ретінде hoş bulduk деп айтамыз түркше. Қазақшада мұны біз hoş көрдік деп айтамыз, ja? Ал бұның түркшесі hoş bulduk. Hoş geldiniz десе біреу, оған hoş bulduk деп жауап береміз. Мынау сәлемдесумен танысуда кездесетін, жалпы күнделікті өмірде, түркшеде көп қолданылатын сөздер. Selam немесе merhaba, бұл сәлем. Günaydın, қайырлы таң. İyi günler, қайырлы күн. İyi akşamlar, қайырлы кеш. İyi geceler, қайырлы түн. Яғни біз таңертең көрген адамымызға merhaba, selam деп сәлем беруіміз мүмкін, не болмаса жай ғана günaydın деп айтсақ болады. Егер түс болатын болса iyi günler, кеш болса iyi akşamlar, түнде iyi geceler деп сәлемдесуімізге де болады. Nasılsın ya da nasılsınız, қалайсың, қалайсыз. İyiyim, жақсымын. Siz nasılsınız, siz қалайсыз. Teşekkür ederim, rahmet деген сөз. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Sizin adınız ne? Не болмаса жай ғана adınız ne деп сұрауға да болады қысқаша. Nerelisiniz? Сыпайы түрде, я, қай жерденсіз? Nerelisin? Қай жерденсің? Қайдансың? Kaç yaşındasın? Ne болмаса kaç yaşındasınız? Tanıştığımıza memnun oldum. Tanışқанымызға қуаныштымын. Görüşmek üzere, бұл көріскенше деген сөз. Осы жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Күнделікті сәлемдесуде немесе біреумен танысу барысында түрік тілінде осы сөздерді қолданамыз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.